Сұлтанмахмұт торайғырып жасынан ақ білім алуды, оқуды мақсат еткен, алдына мұрат етіп қойған ақын. Бірақ тағдыры ауыр, өмірі қиыншылықпен өткен ақынның оқуға ешбір мұрсаты болмаған. Дегенмен, қайсар ақын өзінің дегеннен қайтпай, өкпе ауруына шалдығып, денсаулығы күрт төмендесе де, оқуға, білім алуға деген талпынысын тоқтатпаған. Сұлтанмахмұт елін сүйген ақын. Ұлтының қараңғылығын ескілік көлеңкесінде қалып қоюының себебін оқу мен білімнің аздығынан көреді де, жастарды білім алуға, өнер үйренуге шақырады. Бұл оның шығармашылығында басты орын алған тақырыптардың бірі. Ақынның шәкірт ойы өлеңінің лирикалық кейіпкері ақынның өзі. Ол өлеңде өз мақсат мұратын, ойы мен арманын лирикалық кейіпкердің атынан беріп тұр. Өлеңде ұлтының қараңғы көгіне күн болуды, сөйтіп надандық теңізін тартылдырып, елін жарыққа шығаруды арман еткен, дүниенің кілті білімде деп ұғатын лирикалық кейіпкер бұл жолынан қандай кедергі шықса да қайтпақ емес. Тіпті қиын тұрмысы да, ауыр тағдыры да, өмірдің бір сәттік көңіл аударар қызығы да бұл мақсатынан тайдыра алмақ емес. Себебі елінің өзгеден кем болуын қаламайтын ақын арманы асқақ, мақсаты биік.